Абайдың 8-ші қара сөзі. Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де, қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба, елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба, немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба, яки өзіміз шығындап, шығымызды толтыра алмай қаламыз. Деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, биаты, жақыны. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де, қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры бөрі, қыз, суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша қашан. Қолы тимейді. Енді ұры залым, сұмсұрқия өздері де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқтаяқ, бізді не қыласың, ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ, ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. Абай Құнанбаевтың 8 қара сөзіне терең талдау жасау үшін оның мән мағынасына, көтерген мәселелеріне, идеясына, құрылымына тоқталып, қазіргі заманмен байланысын қарастыру маңызды. 8 қара сөздің негізгі мазмұны. Абайдың 8 қара сөзінде адам болмысы, оның мінез құлқы, еңбекқорлық, білімге ұмтылу және ізденіс мәселелері сөз болады. Бұл қара сөзінде Абай адамның екі түрлі болмысын салыстыра отырып, рухани дамуға ұмтылу мен жеңілтек өмір сүрудің айырмашылығын көрсетеді. Абай адамның ізденіске толы өмірі мен жалқаулыққа салынған өмірін салыстырып, еңбексіз өмірдің мағынасыз екенін алға тартады. Мәтінде еңбек пен білімнің құндылығы басты орын алады. Жалған намыс пен бекер мақтанға ұмтылу адамды адастырады деген ойды қозғайды. Жігерсіздік, еріншектік, пайдакүнемдік сынды қасиеттерден арылу қажеттігі баса айтылған. Қара сөздегі негізгі ойлар. 1. Еңбек пен ақылдың бірлігі. Абай адамның адамгершілік қасиеттерін дамытып, қоғамға пайдалы болуын еңбексіз елестету мүмкін еместігін айтады. Ол білім мен еңбектің адамның рухани байлығының негізі екенін алға тартады. Мысалы, ол білімсіз еңбектің пайдасы екенін айта отырып, шын еңбек ізденіс арқылы біліммен ұштасқанда ғана нәтижелі болатынын көрсетеді. Бұл ой қазіргі заман үшін де маңызды, себебі білімсіз еңбектің өнімі шектеулі. 2. Еріншектікке сын. Абай еріншек, жігерсіз адамды қоғамға зиянды деп есептейді. Ол ондай адамдарды қоғамның дамуын тежейтін күш ретінде сипаттайды. Бұл қазіргі замандағы, әсіресе, жас буынның белсенді болу қажеттілігін еске салады. 3. Қоғамдық сана. Қара сөзде жеке адамның ғана емес, бүкіл қоғамның дамуы жайлы ой қозғалады. Қоғамдағы әрбір адамның адал еңбегімен саналы түрде өмір сүруі жалпы халықтың өркендеуінің кепілі. Қара сөздің құрылымдық ерекшелігі. Абайдың бұл қара сөзі терең философиялық мәнге ие болғанымен қарапайым тілмен жеткізілген. Мұндағы әрбір ой, мысал мен сипаттама оқырманға ой салады. Бұл қара сөзде Абай қазақ халқының ұлттық болмысындағы кейбір кемшіліктерді сынай отырып, соларды жоюдың жолын ұсынады. Қазіргі заманмен байланысы. 8 қара сөздің негізгі идеялары қазіргі заманда да өзектілігін жойған жоқ. Қоғамда жастардың білімге ұмтылуы, еңбекқорлыққа бейімділігі, жігерсіздік пен жалқаулықты жеңу қажеттігі. Табысты болу үшін адал еңбек пен ізденістің маңызды болуы мәселелері әлі күнге дейін актуалды. Қара сөзді тереңірек түсіну.
Абайдың бұл қара сөзін талдай отырып, төмендегі сұрақтарға жауап іздеуге болады. 1. Абай неге еңбек пен білімді адам дамуының негізгі шарты деп есептейді? 2. Неліктен еріншектік пен жалқаулық қоғамға зиян деп қарастырылады? 3. Бұл ойлар қазақ халқының ұлттық менталитетімен қалай байланысты? Қорытынды. 8. Қара сөз Абайдың философиялық дүниетанымының негізгі өзегін құрайды. Онда еңбек, білім, еріншектік, рухани дамудың маңыздылығы терең талданады. Абайдың бұл ойлары қазіргі заман жастарына да үлкен тәлім бола алады. Оның қара сөздері әрбір адамды өз өмірін қайта қарап, дұрыс бағытта дамуға шақырады. Егер мәтінді аудиоға бейімдейтін болсақ, мәтіннің көлемін қажетті уақытқа лайықтап, толықтырып беруге дайынмын. Қосымша сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз.